барлық автокөліктерде бола бермейді, бірақ кейбір автокөліктерде болады автохолд деген кнопка. Міне сіздің автокөлігіңізде бар. Қазір мына кнопканы басамыз осылайынан, және ол жерде басқанда мұнда көрдіңіз жап-жасыл болып жанды автохолд деген. Мінекей көрінді ма жоқ па камерадан, оқырмандарға да арасында түсіндіріп қоямыз ғой, пайдамыз тие берсін деп ше. Мінекей автохолд деген жанды жасыл болып, енді қазір автохолд іске қосылды. Осы кезде сіз аяғыңыз тормоздан аласыз, алыңыз тормоздан. Бірақ машина жүрмейді. Алып тастаңыз тормоздан, мүлдем міне аяқ тормоздан алып тастады, бірақ машина жүрмей тұр, бір орында тұр да. Осы кезде газ берсеңіз, автохолд автоматически шешіліп кетеді екен. Баса қойыңыз газды аз-аздан, и машина жүреді екен. Міне жүріп кетті. Мамочки, тоқтаймыз, тоқтаймыз. Арасында папочки деп те айтыңыздар. Барлықтарыңыз мамаларыңыз ғана айтасыздар. Міне қайтып бастық. Ана автохолд қосылмады ғой, көрдіңіз ғой, жасыл болмай тұр да. До конца бассаңыз ана қосылады. Қазір жіберсеңіз, газ бермесеңіз де жүреді, қараңыз. Өйткені қосылмай қалды оған, жүріп бара жатыр машина. Көрдіңіз, тоқтаймыз, қайтадан стоп. Енді до конца басыңыз тормоз түбіне дейін. Міне енді қосылды қайтадан. Аяғыңызды алыңыз тормоздан. Машина қайтадан жүрмей қалды. Көрдіңіз ғой да? Яғни бұл уақытша тұраққа қоятын тежеуіш сияқты дүние. Яғни кептеліс барысында, егер де тәжірибеңіз жететін жүргізуші болсаңыз, бұл тежеуішті, яғни осы кнопканы пайдалансаңыз болады да. Ал егер жаңадан бастаған оқушы болсаңыз, бұл кнопканы өшіріп тастаған дұрыс екен. Тормозды басамыз. Сөйтеміз да, бұл кнопканы өшіріп тастаймыз. Сол кезде тормозды жіберсек, машина жүре береді екен.